Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода айран ұйытамыз. Алдымен сүтімізді жақсылап жылытып аламыз. Ыстық болмайды, жай ғана жылы. 1 литр сүтке 1 үлкен қасық айранымызды құямыз. Менде 3 литр сүт және де 3 қасық айран. Алдымен банкімізге айранымызды құйып аламыз, ұйытқымызды. Содан соң үстінен алдын ала жылытылып алған сүтімізді құямыз. Кішкене ғана мөлшерде құямыз басында. Содан соң банкамызды осылай сүтін шайқаймыз. Айран мен сүт араласу үшін. Кейіннен қасықпен араластырсаңыздар да болады. Осылай қасықты бұлғамай-ақ осылай жасасаңыздар да болады. Кейін үстінен барлық сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүт жылы болуы қажет. Салқын болса үймай қалады. Ыстық болса ащы болып қалады. Бетін жабамызда шашықпен ораймыз. Содан соң 3 сағатқа бетін жылы орамалмен жауып қоямыз. Үш сағат өткеннен кейін осылай орап алған одеялымызды аламыз да айранымызды көреміз. Мінекей әдемі болып ұйыған. Жай ғана бетіп қисайтып көрсеңіздер өзі байқалады. Әдемі болып үйіп тұр. Енді оны қозғамаймыз, араластырмаймыз, бірден тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей тоңазытқыштан шықты. Енді қазір ыдысымызға құйып көреміз. Өте әдемі болып ұйыған. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып тұр. 3 сағаттан артық ұстасаңыздар, айран ащы болып кетуі мүмкін. Сондықтан жылылығын және де салған айран ұйытқыңызды дұрыс салсаңыздар, айранда осылай әдемі болып ұйып шығады. Енді айранымыздан бірге бір су құйып май алсаңыздар болады, күбі пісіп. Болмаса құрт жасауға болады, бір қайнатып. Сүт қосып творог жасауға болады. Ашытпа көжеге қосуға болады. Енді айранның пайдасы өте көп. Кез келген панкейк, блины, бауырсақ, неше түрлі пісіретін заттарға қоссаңыздар болады. Видеом ұнап пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.